Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше әрі өте дәмді таңғы ас түрік елінің тағамы менеменді бірге әзірлейік. Бізге керек заттардың барлығын дайындап аламыз. Ең алдымен бізге керегі болгар тәтті бұрышы. Оны осылай майда етіп көбіктеп тураймыз. Онан соң қызанақ неғұрлым майда болса, соғұрлым әдемі болады. Онан соң бөлек ыдысымызға жұмыртқамыздың бәрін жарып, тұзын қосып жіберіп, осы кезде жақсылап араластырып аламыз. Онан соң табамызға май құйып қыздырып, ең алдымен тәтті бұрышымызды қуырып аламыз. Онан соң қызанағымызды қосамыз. Екеуінің шырыны шығып, толықтай қуырамыз. Аздап тұз қосып жіберіп, жаңағы жұмыртқамызды үстіне құямыз. Жұмыртқамыз әзір болып қалған кезде салат жапырақтарын және үкіден өткізілген сырымызды қосып, табанның бетін жауып қоямыз. Міне осылай 15-20 минуттың ішінде ерекше әрі дәмді таңғы ас шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және мені қолдап кетіңіздер.